Саламатсыздарма онлайн семинар қатысушылары, туған жеріміздің мақтанышы, әлемге танымал жазушы Әбіш Кекілбайұлының тамаша галереясының ішіндегі жауһар туындысының бірі Бәйгеторы хикаяты. Сабағымыздың тақырыбы Бәйгеторы хикаятындағы Бәйгеторы тағдыры. Оқу мақсаты шығарма идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдау. Қаламгер бұл шығармада Бәйгеторы атты тұлпар тағдырынан сыр шертеді. Алдымен біз тұлпарлар суретін тамашалайық. Суретте не үшін екі түрлі жылқы бейнеленген? Себебін білгіңіз келе ме? Ендеше оның сырын Бәйгеторының өзі айтсын. Бәйгеге шабатын аттардың қарасы да өткен жолғыдан молырақ. Қоңырау қаңғыр етті. Бүгін бойы жеп жеңіл. 7-ші айналымға да жетті. Алдында ат жоқ, жалғыз келеді. Екі аяқтыларда еш жоқ. Мұның бәйгеден озғанына қуанбаған кісі жоқ. Енді бұл өңірде ат шаптыратындай шаруашыға қалса, алдымен мұның иесіне хабар тиеді. Тапалсары мұны адамнан қызғанғаны бір жөн, жылқыдан да өліп өшіп қориды. Бұл өңірде өспейтін ақтарымен жемдеп, таудағы сиыршылардың ауылынан сүтті де шауып барып өзі әкеліп ішкізеді. Алақанымен қол басындай қанта сатады. Бәйгеторы талай жарыста қарақшыға алдынан жан салмай келді. Бәйге алған сайын мұның селдіреу қара қошқыл жалын бір сипауға құмарлары көбейе берді. Содан бері талай жыл өтті. Бұл енді бұрынғыдай бәйге жолында өзінің жеп жеңіл ұшқыр тияқтарын қызықтап, өзімен өз рақатқа батып шабуды қойды. Ылғи көз алаңдап, жүрегінің дүрсілі көбейіп қиналып шабады. Бәйгеден соң бір түрлі қалжырап қалғанын сезеді. Бұны тақымдайтын жүйріктер де көбейіп келеді. Кейінгі кезде бір көктеңбіл ат қырына ілікті. Ақырғы айналымға келгенде қайдан сап ете қалатынын білмейді. Бәйгеторыны ақыр құртқан сол көктеңбіл ат. Бәйге төбеге жақын қалғанда көктеңбіл сауыры көз алдынан көлеңдеді. Бәйге жолы Сират көпірден өткен сыңар аяқ сын жол екен. Бәйгені қызықтап, қыз-қызға құмартатын жұрттың тек топ жарған дараға ғана жаны қалмай, былайғыны қанша асыл болса да көз келмейтін сол жолы бір жолата біліп кетті. Сабаққа қатысушылар, үш сөйлем әдісін пайдалана отырып тапсырмаларды орындаймыз. Бәйгеторының баяндауында екі аяқты адамзат қандай екен? Бәйге жолын Сират көпірге теңеуінің себебі не? Бірінші сөйлем, менің ойымша. Екінші сөйлем, мен оны былай түсінемін. Үшінші сөйлем, мен оны мына мысалдармен дәлелдей аламын. Ары қарай тағы да Бәйгеторын тыңдайық. Сол күні мұны ат қораға кеп қамады. Қыс түсе тапалсары андағы көктеңбіл айғырдан аумайтын көк ала жабағы тайды байлап тастап, ыржалақтап мұның қасына келді. Бұл мекіреніп тұмсығын ұсынып еді, тұмсығына қолын тосты. Екі саусағының арасынан әлденені қылтитты. Тәтті нәрсе келген екен деп асап қалып еді, тісі кіршете қалды. Тапалсары бажылға басты. Соның арасынша оң жақ жекесін қамшы көме жөнелді. Бір жақ көзі анадай жерге ұшып кеткендей болды. Көз алдын қан жуды. Сол жығылғаннан қанша жатқанын білген жоқ. Содан бері мұның оң жақ қапталы су қараңғы қап-қара түнек. Атағы жер жарған Бәйгеторы шығарма аяғында осындай аянышты хәлге түседі. Осы шығарма арқылы автор не айтқысы келді? Бәйгеторының бағы жанып тұрған кезде тапалсары қандай еді? Күш қуаты қайтқан кезде қандай болды? Тапалсары сынды адамдар өмірде бар ма? Рапорты тапсырмасын орындау арқылы шығарма идеясын адамзаттылық құндылық тұрғысынан бағалаймыз. Рөлде Бәйгеторы, аудитория тапалсары, пішін эссе, тақырып менің жазығым не. Осымен сабағымыз аяқталды. Орындалған тапсырмаларды төменде көрсетілген электронды пошта арқылы жіберу сұралады. Қош, сау болыңыздар.